Доброе утро, уважаемые члены Казахского общества слепых. Это председатель УКОС Наурызбаев Алмат. Я просто хотел через вас обратиться к членам общества. Как вы знаете, сейчас идет выборная кампания. 21 октября будет очередной съезд УКОС. В этой связи во всех филиалах сейчас идут собрания в группах по выдвижению делегатов на конференцию. Завтра, когда сформируются делегаты, конференция будет. Задача конференции – это избрание правления филиала, ревизионной комиссии филиала и выдвижение делегатов на съезд. От этого выбора, от осознанного выбора, зависит, естественно, как будет работать ОУКОС. В этой связи хочу вас попросить, обратить внимание, чтобы со стороны руководителей филиалов или еще со стороны вышестоящего органа, если есть давление, нарушение, чтобы вы это говорили заранее, вовремя. Мы должны избрать работоспособное правление филиала, должны работоспособный съезд избрать, так как избранные делегаты от очередного до следующего съезда будут являться делегатами, то есть все важные вопросы касательно отчуждения, ликвидации, реорганизации будут решаться этими делегатами. Насколько они понимают поставленную задачу, от этого будет зависеть вся работа общества. Поэтому вы должны избирать и выдвигать таких лиц, которые реально понимают и могут понять. То есть достаточно умных, образованных, опытных людей. Это очень важно. Есть люди, которые занимаются популистической деятельностью, бьют грудь, а реально сами не понимают и не могут понимать. Да. Вы должны общество оградить от таких членов правления и от таких делегатов. А еще раз повторюсь, если со стороны председателей филиалов, членов президиума и со стороны вышестоящего органа, если будет неправильная реакция, давление, нарушение, и, к сожалению, у нас нету горячей линии, это пока нету. Так, в этот чат можете сказать свое мнение, можете написать непосредственно письмо на мое имя, на председателя ЦПО УКОС. Но, в общем, старайтесь быть в курсе всех дел, старайтесь быть не популистами, а реалистами, реально подходите, реально требуйте, реально выбирайте, реально выдвигайте. То есть эти люди должны быть правильными, на ваш взгляд, конечно. От этого будет зависеть завтра вся работа общества. Благодарю. Осы арызды Қазақ Соқырлар қоғамының орталық басқарма төрағасы Наурызбаев мырзаға жіберіп жатырмыз. Арыз: мен Бименов Ролан Аскарович, шағымдану себебім Қызылорда облыстық филиалының төрайымы Байманова Бидайгүл ханымның істеген іс-әрекеттері бойынша шағым келтіремін. Ағымда 2025 жылдың маусым айының 13 жұлдызында кезекті 4 жылдық Қазақ Соқырлар қоғамының делегаттар сайлауына өзімді делегатқа қатысушы ретінде ұсындым. Алайда WhatsApp желісінде группаға мені қоспай және де группорттағы қоғам мүшелерінің тізімін берместен маған 13 маусым күні сағат 10:00-де кезекті делегаттар сайлау болатындығын 12 маусым күні кешкі уақытта WhatsApp желісінде Байманова Бидайгүл хабарлады. Мен сізден бір мәрте емес 4-5 мәрте сұрадым ғой, WhatsApp желісіне қосыңыздар деп. Маған берген жауабы: кезек делегаттар сайлауына 10-15 күн бұрын кафеде оңаша кездескенде саған айттым ғой, бұл Қазақ Соқырлар қоғамының орталық басқармасының төрағасы Наурызбаев Алмат Сағитжановичтің бұйрығы бойынша сені делегат болмауыңды және де Қызылорда облысы Қармақшы ауданының өкілі Эльмираны жұмыстан босатып, Роланды делегаттыққа өткізбеуіңді Алмат
Алматы облысының Талғар қаласында орналасқан спутник демалыс орнында рация арқылы маған қатаң түрде бұйрық беріп тапсырды деп айттым ғой. Өйстіп істемеген жағдайда Қазақ соқырлар қоғамының орталық басқармасының төрағасы Алмат Сәбитжанович жұмыстан кетесің деді. Нақты қатаң ескертем, сен бұйрықты орындамай бейберекет жүрсің деді. Сол себепті сені де Эльмираны да өткізе алмаймын. Өйткені менде де намыс бар. Осынша жыл төрайым бола тұра осы облыстық Қазақ соқырлар қоғамының басқармасына зейнетке шыққым келеді. Жұмыс істеп жүріп масқара болып босап қалғым келмейді. Ролан мені түсінші деп айтты. Мен сізге таңғалып отырмын. Сонда бір қара басыңыздың жайын ойлап қалған қоғам мүшесін адам санатына жатқызбай, өз қызметіңізді асыра пайдаланып, адам санатына жатқызбай, және де жеп отқан нанымнан айырылып қалам деп басқаларды құрбандыққа шалып отырсыз деп айттым. Алайда осы іс-әрекетіңіз рас болса, Алмат Сәбитжанович, сіздің бұйрығыңыз бойынша осындай іс-әрекет жасалды ма? Жасалған жағдайда 13 маусым күні сағат 10:00-де емес, сағат 09:35-те жиналыс комиссиясы мүшесі Қызылорда облыстық мүгедектер кітапхана басқармасының орынбасары Бекенова Айна ханымды сағат 10:00-ге делегаттар сайлау жиналысында комиссия мүшесі болуына және де осы делегаттар комиссия мүшесіне комиссия ретінде қатысуын өтінген. Алайда Бекенова Айна ханымсыз сайлау жиналысын 09:35-те өткізді. Сол жиналыста группорт Орынтай мырза қалған сайлауға қатысушы қоғам мүшелері 9 адам Байманова Бидайгүлдің нұсқауымен делегаттыққа Орынтай сайланды және группорт Орынтай мырзаның мені WhatsApp желісіне қоспай қалған қоғам мүшелерін сөйлесе отырып, Орынтай мырзаға қол көтеруін өтінген. Алайда мен группорт Орынтайдың ашқан WhatsApp группасында және де 9 адамнан басқа Қазақ соқырлар қоғамы мүшелері болмаған. Алайда мен Байманова Бидайгүлден сұрағанда қалған қоғам мүшелері қайда дегенде телефондары өшірулі деді. Телефондары өшірулі болса, неге группорт адрес бойынша араламады? Бұл оның міндеті, яғни міндеттелген дедім. Маған берген жауабы, менің тірлігіме араласпа деді. Саған басында айтып түсіндірдім деді. Сол себепті Қазақ соқырлар қоғамының орталық басқарма төрағасы Наурызбаев Алмат Сәбитжановичтен осы жағдайлар сіздің бұйрығыңызбен болмаған жағдайда Қызылорда облыстық Қазақ соқырлар қоғамының филиалының уақытша төрайымы Байманова Бидайгүлді орнынан босатуыңызды сұраймын. Және осы арызым Facebook, YouTube, Instagram парақшаларымда жариялаймын. Тағы да айтарым, 13 маусым күні делегаттар сайлауын видеоға түсірілді. Сол видеодан анық қанығын әділдікті көре жатасыздар. Шешімді әділ қабылдауыңызды сұраймын. Байманова Бидайгүл өзінің сауатсыздығынан бұл делегаттар сайлауын устав бойынша өткізіп жатыр деп айтты. Мен сұрақ қойғанда делегаттар қалай WhatsApp желісіне немесе тізім жоқ болса өзін делегатқа қалай ұсынады? Уставта қай нұсқасында WhatsApp группасында немесе тізім берілмейді деп жазылған дегенімде осымен сайлау уақыты бітті деді. Қазақ соқырлар қоғамының атына кір келтіріп отыр. Осыған орай устав бойынша орнынан босатуыңызды сұраймын. Арызданушы Бейменов Р.А.